Сәлем достар, бүгін мен сіздерге жеміс-жидектер туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп алыңыздар. Бұл жерде қара өрік, лимон, алма, апельсин, банан, киви, сары өрік, алмұрт және басқа да көкөніс пен жеміс-жидектер бар. Көкөніс, жеміс-жидектер ешқандай да зияны жоқ болып саналады. Әрбір адам ағзасына рационында жеміс-жидектер мен көкөністер болу керек. Олар адамға өте пайдалы. Жеміс-жидектер витаминге толы болып саналады. Мысалы, лимонды алсақ, С витамині бар. Ол таңғы асқа, аш қарынға сумен сығып ішу керек. Және жеміс-жидектер өте көп. Олардың бойында А, В, С, Д витаминдері бар. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.